достар, Сладкая хобби KZ каналына қош келіпсіздер. Бүгін америкалық алма бәйішін пісіреміз. Ол үшін ұнды елегіштен өткізіп аламыз. Дәл үстелдің үстінде жасауға болады. Оған тұзымызды қосып араластырамыз. Суық майды текше пішінде кесіп, ұнға аунатып, пышақпен турап аламыз. Майымызды ұнтаққа айналдырамыз. Мұздай суық суды құйып, қамыр илейміз. Тез илеу керек. Илеп болған соң целлофанға салып 2 сағат мұздатқышқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Формамызды дайындаймыз. Түбіне пергаменттен қағаз саламыз, немесе менікі сияқты мынай майдың қағазды салуға болады. Қамырымыздың 3/2 бөлігін формамыздың көлеміне сәйкес жайып, орналастырамыз формаға. Алманы қабығынан аршимыз, ортасына алып тастаймыз, жұқа қып кесеміз, тураймыз. Турап болған соң тегешке салып, қант қосамыз. Корица ұнатсаңыз корица салыңыз. Крахмал саламыз. Ұн саламыз. Араластырамыз. Формаға қоспаны салып толтырамыз. Қалған қантты үстіне себе саламыз. Майды ұнтақтап үстіне саламыз. Қалған қамырымызды жаямыз. Оны жуандығы 1,5 см қиықтарға бөлеміз. Мысақты фигурный пышақпен, немесе жай пышақпен. Оның тең жартысын пирогтың бетіне саламыз. Арасындағы арақашықтық 5-8 мм болу керек. Оның жартысын қайтадан артқа қарай бүктейміз. Көлденеңінен бір қиықты салып, қайтадан қиықтарымызды жауып тастаймыз. Келесі жағынан ішінара қиықтарды қайтадан ашып бүктеп, тағы да қиықты саламыз. Сөйтіп, осы әрекетті бірнеше рет қайталап, бәйішіміздің бетін тор көсі қып жасаймыз. Жан-жағын шанышқымен басамыз. Алдын ала қыздырылған пешімізге саламыз. 190-200 градуста 35-45 минуттың аралығында дайын болғанша пісіреміз. Егер де видео ұнаса лайк басып, каналымызға жазылыңыздар. Рахмет.